Наурызбай ауданы номер 104 мектеп гимназиясында семинар өтті. Семинардың басты мақсаты химия, биология және география пәндерін оқытуда STEM және жасанды интеллект технологияларын тиімді қолдану жолдарын көрсету. Семинарға аудандардан қонақтар келіп, өз тәжірибелерін жинады. Іс-шара барысында биология, география және химия пәндері бойынша ашық сабақтар ұйымдастырылып, оқушылардың зерттеушілік қабілетін дамытуға бағытталған практикалық тапсырмалар мен цифрлық ресурстардың тиімді жолдары көрсетілді. Сондай-ақ семинар аясында тәжірибе алаңы ұйымдастырылып, онда STEM заманауи білім беру бағыты, тұрмыстық заттардан жасалатын STEM жобалар, су ресурстары және экология тақырыптары қамтылды. Біз бүгін Наурызбай ауданындағы 174-ші мектеп гимназияда жаратылыстану пәндері бойынша STEM программасына бағытталған ашық сабақ семинарларға келіп отырмыз. Мен 188-ші мектеп гимназияның ұстазы, химия пәнінің мұғалімі. Өте жақсы әсер алып жатырмыз. Жалпы бұл STEM дегеніміз заманауи білім берудің жаңағы негізгі тренд бағыты деп айтуға болады. Кәусар Серікбайқызы, Мейірлі Қайсарқызы, Ұрпақ үні медиа, Алматы қаласы.